Бұл Жахангир Момышев, Сайрам ауданының тұрғыны, жасы 21-де. Ал бұл Жахангир Хавасханов, ол да Сайрам ауданының тұрғыны, жақында 21 жасқа толады. Бұл екеуі жасынан бірге өсті. Бір мектепте, бөлек сыныптарда оқыды. Қазір де бірге, бір қапаста, бөлек камераларда отыр. Сайрам ауданы Өзбекстан Республикасы мен ауылы аралас, қойы қоралас болғандықтан жігіттер саудаға ерте араласқан. Хавасханов балмұздақ сатады, ал Момышев самса кәсібін дөңгелетеді. Көрші елден келіп, асхананың қыр-сырын үйреткен таныстарының ықпалымен Жахангир дінге қызыға бастайды. Күндіз сауда жасап, түнде уағыз тыңдауды әдетке айналдырады. Уақыт өте Момышев саптарына досы Хавасхановты тартады. Сада Самарқанди деген Өзбекстанның адам, Абдулла Зуфар деген, ол да Өзбекстанның. Абдулла Дамла деген орыс адам, орыс молда ол. Соланы тыңдап жүрген. Мұсылмандарға көмектесіп жұмыс іздеп айтады. Мысалы үшін Сирияны айтады, Сирияда мұсылмандар қиналып жатыр бауырлар. Ол жаққа барсаң, соғыстан өлсең шахид боласың деген сол. Шахид деген кім? Шахид деген Алланың жолында өлген адам. Сен ал өлуге асықтың? Оны білмеймін. إنه كان في أهله مسرورا. Шетел молдалары. Солар түркі болды. Сол адасқан жолға кіре алмай. Жолдас баламен намаз туралы көп әңгіме болады. Намаз оқы деген сияқты. Сол жолдас балам арқылы себепші намаз оқы. Абдулла Зуфар мен Абдулла Бухари. Олар жихадқа шақыратын еді. Сол бізге ұқсаған енді намаз бастаған. Әлі ештеңені білмейтін балдарды психологически несімен, характерімен өздері не қылады, өздеріне бағындырады. Осылайша, кездейсоқ таныстар қос Жахангирді тура жолдан тайдырып, терроризмге апаратын даңғыл қайдап салды. Саналарын билеп, шетел асырды, ал елде зар илеп, ата-аналары қалды. Өзбекстанда біз сырттай баға беріп жатады, дінге қатаң тиым салынған мемлекет жоқ. Өзбекстанда сырттай тиым салынғанмен оның ішіндегі мынау әлеуметтік желілер, Telegram әлеуметтік желісі болсын, Telegram бот әлеуметтік желісі, Facebook әлеуметтік желісі, ВКонтакте, Одноклассники.ру әлеуметтік желілерінде Өзбекстанның деструктивті діни ағым жақтаушылар лидерлерінің уағыздары өте көп. Біздің Қазақстандағы мынау қазақ тілді аудиторияға, орыс тілді аудиторияға тиым салу өте оңай болды. Әлеуметтік желіде оңай, олар бұғаттау тиімді болды. Ал енді өзбек тіліндегі уағыздар көпшілік мамандарға, соның ішінде сарапшы мамандарға түсініксіз болғандықтан, оларды бұғаттау мүмкіндігі болмады заман. Дәл қазіргі таңда оған кірісіп жатыр. Түркияда Момышев заңсыз маркастарда джихад жайлы ойын шегелей түсті. Ал Хавасханов таныстарымен қаланы шарлады. Қарулы джихад жасауға асығып, шекарадан өткізіп жіберетін делдалды тағатсыздана күткен еді. Мамырдың мамыражай кештерінің бірінде кешкі астан шыққан жігіттер айналаны видеоға түсіре бастайды. Жақын маңда тұрған полициядан да қаймықпайды. Бұл заң өкілдеріне жақпай қалса керек, жерлестерімізден құжат талап етеді. Телефондарын тәркілеп, ондағы діни уағыздардан кейін Момышев пен Хавасхановты кері депортациялайды. Сотталушылар Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салынған халықаралық террористік топтардың көзқарастарын қолдап, сонымен қатар террористік немесе экстремистік әрекеттерді қаржыландыру жатқан қылмыстық құқық бұзушылықтарды сыбайлас ретінде қатысқан. Елде бұл екеудің білегіне кісен салынып, қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша айып тағылады. Тергеу кезінде олар қылмыстарын толық мойындайды.
мемлекеттік айыптаушымен процессуалдық келісімге отырды. Салафизм. Сол жерде қару алып, бір-бірін өлтіріп, мұсылмандар өздерін бір-бірін өлтіріп, сондай қате түсінік болған енді. Қолына ешқандай қару алғаным жоқ. Мен өзім террористпін деп ойламаймын. Қазір істеген үшін өкінемін. Аға-інілерім, соларға айтарым бар. Ондай жолдан қайтуын. Түрмеге келіп, көп нәрсені түсіндім. Тек қана ата-ана бірінші орында. Сол Момышевті да, Хабасқановты да 5,5 жылға соттады. Үкім күшіне енді. Салафит деген бірінші сондай жүретін дәует қылады, мысалы үшін намаз оқуға басқа. Содан кейін соңында жихадқа жіберуге болады деп ойлаймын. Жастарға айтатыным, ата-анасының алдында болып, ата-анасының разы қылу, ол әркімді уағыздарын тыңдамай, өзімізді Қазақстанда запретный болмаған, өзімізді Қазақстанда имамдар соланы тыңдау керек. Терроризмге шақырғандарын тыңдамаңдар. Жігіттер адасқандарын түсінгендей, жалған идеология қапасқа қамады, ата-анадан айырды, достықтарына сызат түсірді. Жақында олар тергеу изоляторынан қатаң режимдегі абақтыға ауыстырылады. Тек бір түрмеге түспесек екен деп тілеп отыр.